Сәлем достар, менің аты жөнім Әсем Әлмұхамбет. Бүгінгі видеода мен сіздерге Кореяда білім алғысы келетін және де өнерін шыңдағысы келетін, өнер адамдарына арналған, шығармашылық адамдарына арналған стипендия туралы айтқым келіп отыр. Бұл стипендияның аты Art Major Asian деп аталады. Яғни Кореяда Корея ұлттық өнер университеті бар, Korea National University of Arts деп аталады. Егер осы стипендияны жеңіп алсаңыз, онда сол университетте өзіңіздің біліміңізді шыңдап, өнеріңізді осы Корея еліне паш етуге мүмкіндік туады. Егер сіз музыка саласына қатысты маман болсаңыз, сонымен қатар кино, телевидение, хореография немесе сурет салу өнеріне қатысты маман болсаңыз, онда осы стипендияға үміткер бола аласыз. Яғни бұл стипендия талантты, дарынды, бірақ шетелде оқуға қаржылық жағдайы жетпейтін адамдардың оқуын қаржыландырады. Егер де сіз осы стипендияны жеңіп алсаңыз, онда бұл стипендия, сөзімнің басында айтып өткендей, толық сіздің оқуыңызды қаржыландырады, және де шектеулі түрде медициналық сақтандырумен қамтамасыз етеді, және де Қазақстаннан Кореяға барып келу ұшақ билетіңізді сатып алады, және де ай сайын сізге 800 мың вон стипендия, яғни шәкіртақы төлеп отырады. Оған қосымша сіз 4 ай тегін корей тілін үйренетін боласыз. 2022 жылы Кореяда тегін білім аламын, өнерімді шыңдаймын деген ниетіңіз болса, онда ертерек қамданыңыз. Себебі биыл, яғни 2021 жылдың 25 мамырында таңғы 10:00-де құжат қабылдау, онлайн application толтыру уақытысы ашық деп жарияланады. Сіз 25 мамыр сағат таңғы 10:00-ден 10 маусым сағат кешкі 18:00-ге дейін онлайн applicationды толтырып үлгеруіңіз керек. Менің сізге кеңесім 25 мамырда сағат таңғы 10:00-де онлайн application ашық деп жарияланғанда, онда бірден онлайн applicationды толтыруды бастауыңызға кеңес беремін. Себебі кейбір құжаттарды дайындау, ол кейбір уақытты алуы мүмкін. Сондықтан да оның барлығын дайындап, жинап үлгеруіңіз үшін ертерек бастағаныңыз өзіңізге жақсы. Және де онлайн application толтыруды ертерек бастаудың тағы да бір артықшылығы, егер сіз барлығын жүктеп, барлығын толтырып болғаннан кейін қайтадан жаңағы толтырған мәліметтеріңізді, құжаттарыңызды тексеріп, өзгертетін жерлерін өзгертіп, толықтыратын жерлеріңізді толықтырып, қате кеткен жерлеріңізді түзетуге сізге мүмкіндік туады. Расымен де Кореяда оқимын, Кореяда өзімнің өнерімді халыққа паш еткім келеді десеңіз, сондай мақсатыңыз, арманыңыз болса, онда оған үлкен жауапкершілікпен келіп, өзіңіздің қолыңыздан келетін барлық нәрселерді мұқият жақсы істеуге тырысыңыз. 2021 жылдың шілде айында корей тілінен тест тапсыру қашан басталады, қашан аяқталады, қайда барып тапсырасыз деген сынды жалпы ақпарат шығады. Ал 2021 жылдың 12 шілдесінен 14 шілдесіне дейін сіз корей тілінен тест тапсырасыз. Корей тілінен тестті сіз онлайн тапсырасыз, және әр үміткердің өз уақытысы болады. Тамыз айында осы тапсырған тесттеріңіздің нәтижесі және де онлайн application'da көрсетілген мәліметтер, оған жүктелген құжаттардың барлығы қаралады, және де одан кейін сіз интервьюге шақыртыласыз. Егер сіз сыннан сүрінбей өткен адамдардың қатарында болсаңыз, онда онлайн application'да онлайн жүктеген құжаттарыңыздың барлығының түп нұсқасын, яғни оригиналдарының барлығын почтамен Korea National University of Arts'қа почтамен жібересіз, немесе егер сіз Кореяда болсаңыз, онда өзіңіз апарып берсеңіз болады. Биыл 2021 жылы қазанның 30-ы немесе 31-де сіз Корея еліне келіп, өзіңіздің оқуыңызды бастайсыз. Ал енді сіз онлайн application'да қандай құжаттарды жүктейсіз, соған тоқталып өтейік. Ең алдымен сіз яғни онлайн application толтырасыз. Ол жерде сіздің аты жөніңіз, туған жылыңыз, жеріңіз деген сынды жалпы ақпарат болады. Сол сұрақтардың барлығына жауап бересіз. Және де сөзімнің басында айтып өткендей, сіз сұралған қажетті құжаттарды жүктейсіз. Ол қандай құжаттар?
ол сіздің мотивациялық хатыңыз. Яғни сіз ол мотивациялық хатта неліктен сіз осы стипендияға лайықсыз, неліктен сіз Корея елінде оқығыңыз келеді деген сұрақтарға жауап бересіз. Сонымен қатар 3 адамнан мінездеме хат қажет болады. Ол 3 мінездеме хат соңғы 6 айдың ішінде жазылған болу керек. Ол 1 жыл бұрын жазылған болса, немесе 2 жыл бұрын жазылған болса, онда ол мінездеме хат қабылданбайды. Сондықтан да оның уақытысына ерекше мән беріңіз. Сонымен қатар, егер сіз бакалаврға тапсыратын болсаңыз, онда сіздің мектеп бітіргеніңіз туралы диплом, ал егер магистратура немесе PhD-ға тапсырсаңыз, онда сіздің университетті бітіргеніңіз туралы диплом және оның қосымшасын жүктейсіз. Паспортыңыздың көшірмесін жүктеуіңіз қажет. Сонымен қатар сіз TOEIC немесе IELTS, TOEFL немесе TEPIK-тің нәтижесін жүктеуіңіз қажет болады. Яғни осы айтылған тест түрлерінің бірін жүктеуіңіз қажет. Қайсы бар, соны жүктеңіз, немесе ешқайсы болмаса, онда біреуін таңдап, өзіңізге ыңғайлысын таңдап, сол бойынша емтихан тапсырып, соның сертификатын осы онлайн апликейшнге жүктеуіңіз қажет. Бұл стипендия өнер адамдарына, шығармашылық адамдарына арналғандықтан, сіздің өзіңіздің жеке портфолиоңызды да жібересіз. Яғни сіздің барлық жұмыстарыңыз, шығармашылық жұмыстарыңыз жазылған, көрсетілген осындай портфолиоңызды әр бетіне өзіңіздің қолыңызды қойып жіберуіңіз керек. Егер сіз халықаралық немесе ел ішіндегі қандай да бір жетістіктерге жетсеңіз, жүлделі орындарға ие болсаңыз, басқа да бір стипендияларды жеңіп алсаңыз, осы өнеріңіздің, шығармашылығыңыздың арқасында, онда оны да міндетті түрде қосып жіберіңіз. Егер ондай жетістіктеріңіз болмаса, онда ештеңе жоқ. Яғни онсыз да онлайн апликейшнді толтырып, барлық құжаттарыңызды жүктесеңіз болады. Ол сіздің өтінішіңіз қаралады. Бірақ егер болса, ол әрине сізге үлкен плюс. Ол сіздің осы стипендияны жеңіп алу мүмкіндігіңізді, шансыңызды жоғарылатады. Сөзімнің басында айтып өткендей, құжат қабылдау уақытысы таяп қалды. Яғни 25 мамырда келесі айда құжат қабылдау басталады. Ал егер сіз әлі корей тілін жетік білмесеңіз, TOEIC немесе IELTS, TOEFL немесе TEPIK-ті тапсырып үлгермесеңіз, онда менің сізге кеңесім 2023 жылға қамдансаңыз болады. 2023 жылы мен оқуға барамын десеңіз, онда 2022 жылы құжат қабылдау басталады. Яғни сіз алдын ала осы 1 жыл мақсатқа жету жолыңызда нақты қадамдармен жоспар құруға кеңес беремін. Мәселен, ең алдымен сіз корей тілін қолға алсаңыз болады. Корей тілінен жаңағы курсқа жазылып, TOEIC-ке дайындалып, немесе IELTS-қа дайындалып, осы 2 ай уақытта мен осы емтихандарды тапсыруға, дайындалуға арнаймын. Оны тапсырып, жақсы қажетті балл жинағаннан кейін, онда нақты қадамдармен қандай жарыстарға қатысамын, қандай жаңағы басқа да стипендияларға қатысып көрсем болады, менің портфолиомда, менің жаңағы осы стипендияға кандидатурамдың жақсы кандидат екенімді дәлелдейтін қандай жаңағы қадамдар жасасам болады, соның барлығын ойластырып, нақты жоспар құрып, 1 жылда жақсылап қамданып, жақсы портфолио, жақсы брендіңізді қалыптастырғаннан кейін тапсыруға да болады. Сіз стипендия бойынша оқимын десеңіз, сәттілік серіңіз болсын, сау саламатта болыңыздар.